Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Сабаққа дайынбыз ба? Бүгінгі күнді жазыңыздар. Тақырыпты жазып қойыңыздар. Жаңа тарауға бет бұрамыз, иә, бүгін? 38-ші параграф, 129-ші бет. Заттардың Еңу ерікшілік. бір жерде ашылып тұрған. Қайда Жаз қойдық па? Балалар, ертінді дегеніміз не? Қалай ойлайсыңдар? Ертінді деген қандай зат ол? Ерігін зат. Ертінді дегеніміз не? Өмірде қолданамыз ба? Бәріміз қолданамыз не? Өмірде қолданамыз. Ертіндіні қолданамыз ба біз? Қандай ертінді қолданамыз? Қандай ертіндіні білеміз, балалар? Ертінді дегеніміз не? Қандай ертіндіні қолданамыз? Өмірде, күнделікті. Ойларыңызға не келеді? Айта беріңіздер. Ертіндіге сәйкес келетін. Не келеді ойларыңызға? Қандай ертінді бар? Сұйық зат дейді, иә? Сұйық заттар. Сұйық зат, иә. Су дегеніміз қандай зат? Су дегеніміз не? Жоқ, кітаптан өмірден айтайықшы, өмірден. Ертінді дегеніміз не? Өмірде. Қолданамыз ба? Еріген зат. Еріген зат. Ерген зат. Бір зат ерітсе, сол ертілген затты, сол сұйықтықты біз не дейміз? Ертінді деп атаймыз. Шай ішеміз ба үйде? Шай ішеміз ба? Шайда не ертеміз? Қант ертеміз. Қант ертеміз, иә. Тағы. Газы бар су ішеміз ба? Тұзды ертеміз. Тамаққа қосқанда. Тұзды ертеміз тамаққа қосқанда. Жарайсыз. Тамақ шайған кезде ертеміз, иә? Жақсы. Газы бар су ішеміз ба? Газы су ішеміз ба? Газы бар су ішеміз ба? Ол жерде не ерейді? Сосын. Қант ерейді тағы? Тағы не ерейді? Газ ерейді, иә? Газ ерейді. Крышканы ашқан кезінде ол пісіп дейді. Бөлініп шығады, иә? Жақсы. Ертінді дегеніміз не? Көрейік. Ерітінді тұз секілді еріген зат пен су секілді еріткіштен тұрады. Ерітінді массаның жоғалуы болмайтын материалдардың физикалық өзгерісінің мысалы болып табылады. Осылайша 30 грамм тұзды 500 грамм суда еріткен кезде 530 грамм ерітінді Ағарай. Ерігішпен ерген заттарды қарайық. Тұз сияқты еритін зат, мысалы суда еритте, бензинде ерімейді. Дәл осылайша май суда ерімейді, өзге ерткіштерде, мысалы парафинде ерейді. Үйдегі бар көптеген өнімдер спирт сияқты ерткіште, мысалы антисептиктерде ерейді.
Ертіндінің құрамын қарайық. Біз бір қасық қантты су бар стақанға бір қасық құйғанда қант суда көрінетін өзгеріс тудырмай жоғалып кетеді. Бірақ біз судың дәмін көрсек, оның тәтті дәмі бар екенін байқаймыз. Қант пен судың осындай қосылуы ерітіндінің мысалы болып табылады. Ерітінді компоненттері атомдар немесе молекулалар секілді дискретті бөлшектер түрінде болатын біртекті қоспа. Заттар еріген компонент еріткіш деп аталады. Бұл жағдайда су еріткіш, ал қант еріген зат болып табылады. Ерітіндінің басқа мысалдарына сірке қышқыл мен судың қоспасы сірке суы және тасты тұз бен судағы басқа тұздардың ерітіндісі болып табылатын теңіз суы жатады. Газдар да сумен ерітінді түзе алады. Газдалған сусын судағы көмір қышқыл газының ерітіндісі. Газдалған сусынды екінші ыдысқа құйғанда еріген көмір қышқыл газының біраз бөлігі газ көпіршіктері түрінде бөлінеді. Ерітіндінің құрамында не болады екен, балалар? Ерітіндінің құрамы. Ерігіштік зат. Еритін зат. Еріткіш. Ерітін зат және еріткіш болады екен, иә? Екеуінің қосылуы. Егер түсінікті болса, жаттығу орындап көрейік. Қараңыздар. Мына кестені толтыру керек болып тұр. Су. Еріткішке тағы да не жатады? Сірке суы. Газдалған сусынның ішінде не бар? Көмір қышқылдағы неге жатады? Натрий хлориді еритін зат. Газдалған сусын ол уже не нәрсе? Ерітінді. Көмір қышқыл газы? Еріткіш. Еріткіш па? Мына көрдік қой видеода. Сонда бұл жерде қайсы болады? Еріткіш қайсы болады? Сірке суы дедіңдер ма? Натрий хлориді. Келесі. Сізге еріткішті табу керек. Сіздер мына жаққа қараңыздар. Екіншісіне де қараңыздар. Еріткіш су болған кезде еріген зат не болады? Натрий хлориді. Натрий хлориді. Екінші ерітінді не болады? Көмір қышқыл газы. Көмір қышқыл газы. Видео қараңыздар ғой. Мына жерге сірке су ерейді ма? Әрі қарай ерітінді. Сірке суы. Қатырдыңыздар. Мына жерде су дедіңіздер. Сірке суы жаңағыға. Мына жерге Натрий хлориді. Екіншісі қате, соңғы жауабы. мынау қате. Жақсы, қайсысын қоямыз? Сірке суы. Сірке суына этан қышқылын қосқанда сірке суы шығып тұр деп тұрса қойсыздар. Автоматик сөйлейді ма?
Al birinchisi Соңғысын дұрыс жазыңыздар, иә? Қараңыздар. Еріткіш су болғанда, оған еріген зат не болады? Ерітінді не болады? Өйткені біреуіне қоспау керек еді қой. Астынан қателеріңізді қараңыздар да түсіндіріп алыңыздар дәптерге. мына жерде екіншісінде еріткіш дегенде сірке су тұр ғой. Шығып тұр. Бірақ этан қышқылымен не нәрсе еру керек еді мына жерде? Мына жерде су Метан қышқылымен. Дәптерге жөндейміз, балалар. Тағы бір жаттығу орындап көрейік па? Тағы бір жаттығу орындайық па? Әлде видеоны қайта көрсетейін бе? Кім сөйлеп отырғаны? Не? Қайтайсың? Жақсы, заттардың судағы ерікшін қайтадан көрейік, қараңыздар. Ерітінділер үш әртүрлі агрегаттық күйде кездеседі. Олар газ, Үш түрлі агрегаттық күйде кездеседі, жазып аламыз, балалар. Жаңа қателеріңізді жөндедіңіздер ғой, иә? Астында шықты. Қатемен жұмыс астында шықты, жазып алдыңыздар ғой. Енді мына жерде видеоны қараңыздар. Басынан қайттан қояйын. Үш түрлі агрегаттық күйде болады деп тұр. ерітінділер үш әртүрлі агрегаттық күйде кездеседі. Олар газ, сұйық, болуы мүмкін. Газ, сұйық және қатты күйде болады, иә? Түртіп алыңыздар. Таза ауа, оттек пен көмірқышқыл газының азоттар. Ауада қандай газдардың қоспасы жүр? Қараңыздар. Натрий, азот, Оттегі азот және Көмірқышқыл газының судағы ерітінді. газдалған су көмірқышқыл газының судағы ерітіндісі. Әрі қарай. Металл қорытпалар көбіне қатты ерітінділер болып табылады. Металдың қорытпалары қатты ерітінділер болып табылады дейді. Металдың қандай қорытпаларын білеміз? Енді қараңыздар, қаныққан және қанықпаған ерітінділер болады, балалар. Ерітінділер бар, қанықпаған. Егер біз 15 грамм тас тұзын 100 грамм суға қоссақ, тұз толығы ериді. Егер біз ерітіндіге қосуды жалғастырсақ, тұз тағы да ериді. Еріген заттың жаңа мөлшерін әлі де ерте алатын ерітіндіні қанықпаған ерітінді деп атайды. Ақырында біз тұздың қосымша мөлшерін қосқан кезде, ол ерімей қалса, біз енді бұл ерітінді қаныққан ерітіндіге айналады деп айтамыз. Қаныққан ерітінді берілген температурада еріген зат максимал концентрациясына жетіп, зат одан әрі ерімейтін ерітінді. Түсіндік па? Қаныққан ерітінді деген Ал егер де шексіз неге еретін болса, онда ол қанықпаған ерітінді болып. Қаныққан ерітінді ол ары қарай ерімейтін болса, иә? Жақсы. Түсінікті болса, міне мына жерден түртіп алайық. Қанықпаған ерітінді, қаныққан ерітінді дегенді. Еріген заттың жаңа мөлшерін әлде еріте алатын ерітінді қанықпаған. Берілген температурада ерітінді құрамындағы зат одан әрі ере алмайтын болса, ерітінді қаныққан ерітінді деп аталады. Түртіп алыңыздар. Ерген заттың жаңа мөлшері әлі де ерте алып ерітінді қанықпаған ерітінді деп атайды. Берілген температурада ерітінді құрамындағы зат одан әрі ере алмайтын болса, ерітінді қаныққан ерітінді деп аталады.
Осыған мектеп жазып отырмыз ба? Айкер мұғалім естіліп тұр ма? Енді жаттығу орындап көрейік, иә, біреуін? Қараңыздар. Сөйлемді дұрыс сөздермен толықтырыңыздар дейді. Қандай еріткіш пен еріген заттан тұратын гомогенді қоспа? Бұл еріткіш пен еріген заттан тұратын гомогенді қоспа. Жақсы. Сұйықтықта еритін зат. Еріген зат па? Еритін зат. Жақсы. Затты еріте алатын сұйықтық. Ери алатын қабілеті бар зат. Ери алмайтын зат. Қарай, заттың еритін мөлшері. Ерите алатын қабілеті бар заттан қателестіріңіз, иә? Зат деп тұр ол да еріген. Еритін зат болу керек еді, иә? Еритін зат. Жақсы. Түсінікті ма? Еріген затты. Ерітінді дегеніміз не екен сонымен? Еріткіш пен еріген заттан тұратын Тамаша. Ерітінді дегеніміз, иә? Еритін зат бұл қандай зат болуы мүмкін? Қатты, газ, сұйық қандай болуы мүмкін? Газ деді жаңа видеода. Газ, сұйық, қатты. Қатты болды, иә? Жақсы. Еріткіш не болуы мүмкін? Су және немесе органикалық қосылыстар болуы мүмкін, иә? Жақсы. Өте тамаша. Енді, балалар, 130-шы бетте тұздардың ерігіштік қисығы деген тұр. Ашыңыздаршы. Балалар кәні 130-шы бетті ашайық. Ерігіштік қисығы. 49 сурет қараңыз. Сол жерде қарайық. Осы жерден неше градуста не көрсетіліп тұр бізде? Температура көрсетіліп тұр, яғни неше градуста қанша еритіндігі, иә? Қараңыздаршы. Калий сульфаты 90 градуста қанша ериді екен? 90 градуста? Неше грамм ериді екен? Айтыңыздаршы маған, осы жерден кестеден қарап. 10 ба, калий сульфатын қараймыз. 90 градуста қыламыз. 20-ға жетті ме? 20. 90-да 20-дан сәл асады екен, иә? 25 граммға дейін ериді екен. Жақсы. Енді калий нитратын қарайық. Қандай? Калий нитраты. Калий нитраты 50 градуста. 140. Неше градуста деді? 50 градуста. 50 градуста? 85. 80-де жете ма? 75. Жарайсыңдар. Кім тапты 75? Жақсы. Әрі қарай қорғасын нитратын табайық 30 градуста. 70.
30 gradusda bizda so'g'asini 30 gradusda qancha bo'ladi ekan? 68 ekan, ya? Yaxshi. Молодцы. Tushunibdi-ku, ya? Endi natriy xloridini qaraylik. Natriy xloridini qaraylik. 60 gradusda. 60 gradusda natriy xloridi. 38-40 gradus, ya? 40 gramm. Ko'rdingizlarmi? Endi osылай, балалар, есеп шығарған кезде де қанша суда еритінін біліп алып барып, есеп шығаруымыз керек екен. Ол үшін бізге осы ерігіштік қисығы не істейді? Көмек береді. Осыған қарап біз білеміз, қандай тұздардың күшті суда ериді екен. Көрдіңіздер ме? Енді кітаптың артқы мұқабасын ашыңыздаршы. Кітаптың артқы мұқабасын ашыңыздар. Аштырсыздар ма? Артқы мұқабасын ашсаңыздар, 4 грамм суда ерігіштігі көрсетілген. Осы жерде, балалар, осы жерде Е деп тұрған суда жақсы еритіндерге бұл бізде қышқылдардың аштыңыздар ма? Ана осы жерде көрсетіліп тұр. Ема дегендер мүлдем ермейді. Қандай тұздар ермейді? Аз ерейді дегендер деп тұр. Ал мүлдем жай ішінде араласып жүретіндер ештеме көрсетілмеген. Е дегендер жақсы ерейтіндер, я? Бұл да бізге не болады? Көмек болады. Ал қанша грамм ерейтіндігін жаңағы қисық арқылы біледі екенбіз, я? Түсінікті ма, балалар? Егер түсінікті болса, әріптестер, ары қарай мына тапсырмаларды орындатып кейін байланысып ала берейік. 130-ші бетте АБЦ. 30 градуста болса неше грамм? Жетпіс сондай. Босаға мектебі, сіздікі қала берсін, микрофоныңыз, басқасын өшіріп қойдым. Так, ары қарай келесінде тапсырмалар жоқ, балалар қараңыз. Бұл тапсырмасының екіншісінде ерігіштік қисығы бойынша мына заттардың 15 градустағы ерігіштігін анықтау керек дейді. 15 градус табуға натрий 2 изотоп, магний 2 изотоп деген нәрселер болады. Натрийдің сульфаты, изотоп деген сульфаты, натрийдің сульфаты и магнийдің сульфаты. Бірінші натрийдің сульфатын қарайықшы. Натрийдің сульфаты қайсы соғандай? Натрийдің сульфаты. Жоқ, араншы. Оның 15 градустан нешесі қанша ериді, қанша грамм ериді? 20. Болмайды. 18 примерно 19, 18-19 градусы. Демек 15 градуста натрий сульфатының 18 граммы 15 градуста ериді. Келесі, магний сульфатын қарайсыз. Магний сульфаты қайсысы? Қарайсыз ба? Қарайсыз. 15 градуста қанша грамм ериді? 15 градуста. 37, Thank you.
Так, тотundama магнезия түтүк. Так, 15 градустан магнезия түтүк. Қоя тұрды, осыға бармай неше болды? Магний сүт қараңықтайды 15 градуста. 20 неше? А вот это 20 даже полная. 29. Так, енді балалар кездесіп зертханалық тәжірибе, 5-ші зертханалық тәжірибе. Так, дәптерлер тез қағаздарыңызды беріп, ергіштік тау. Так, ергіштік қазір ол бұдан емес қастар көріп кетеміз. Так, сіздің бар, қарыстар, так, айзеле, Адина, так, дәптерге жаза береміз ба, оқыңыз. 5-ші зертхана жұмыстарында заттарды ергіштігін зерттеу, әртүрлі заттардың суда қалай ерітінін зерттейді. Мына жерден біз не байқадық, қорытындысын біз солай жазып, мына жердегі кестені жазылған. Так, не сберется. Мынау ақ деген заттар бізде ақ тұзы натрий хлориді, сосын бізде кальций соғыш. Кальций соғыш деген нәрсе болады. Бор кәдімгі бордың формуласы бізде кальций соғыш. Осылардың біздің судағы ергіштігін анықтаймыз. Так, содан кейін балалар әзірге керекті құрал жабдықтарын солап жаза беріңдер. Кітаптар емес, мына жерде мен нәрсе келді, мына жерде ақсы емес бізде кальций хлоридін орнына натрий хлор деңдер, керекті құрал жабдықтарға дәртектерге. Натрий хлор, сосын кальций карбонаты. Натрий хлориді, кальций карбонаты. Неге сүйіп тұрған Бесінші зертханалық тәжірибе. Так, кел, Алифа. Ой, кім келеді мына жерге? Кімге ертең асып? Бізге керек құжаттарға жаздыр балалар. Бізге не керек? Стакан керек. Сосын не керек? Таяқша керек, я таяқша. Я. Онымен уже ертіп дайындап келген тұрды. Біреуіне ұстау, біреуіне не сал. Екіншісіне жаңа кальцийдің карбонатын саламыз, кальций соғышты. Кетеді тұрды. Енді сен соны ашып сал. Анық? Я стаканды саламын. Қазір су қосам соған. Көп сияқты көп деймін қазір. Қазір жұмыстың қысқаша мазмұнына, біз байлап тұрғанда жұмыстың қысқаша мазмұнына балалар не істейді, соны жазып беріппіз балалар. Бір қасықтан жасын бір қасық жаңағы борды стаканға құйып, үстіне су құйдық сөзбен, бұл сөзімізбен. Енді артақындарға араластырыңдар екеуін. Қайсы бірінші ерейді, қайсы қалай ерейдін қараңдар. Бұл бірінші ерейді. Былай тұр, неге тұрмыш? Балаларға көрсетер, балаларға. Балаларға көрсетеміз.
Алиханда бізде екеуінде ертең алдында ас суды. Екеуінің ерікіштігін анықтаймыз, қараймыз. Жоқ, тез ерекімізде қайсы болады? Тоз береді. Ол бізде ерінбейді балалар. Ол лайланады, бірақ ол тезді көзде. Ас ереді. Тез еретін бізде қайсы? Тоз бізде ерейді. Заттардың ерігіштігін, суда ерігіштігін біз анықтап жатырмыз, зерттеп жатырмыз. Әкел, Алихан, асыңа. Отырыңдар, міне. Еріп кетті. Енді қара, осы жерде бұл затымыз не болды? Тақырып бойынша не деп судан бізде мысалы тұзымыз еріп кетті ғой, судың ішінде, бұл бізде ерітінді. Бұл бізде қандай енді? Бізде ерітінділер қандай болды? Активті,